Қайырлы күн, YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен өте дәмді орешки дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасына еріп тұрған сары май, осы жұмыртқамызды салып араластырамыз. Және де үстіне қант саламыз. Немесе қант ұнтағын салсаңыздар болады. Қант ергенше тағы да араластырамыз. Содан соң 1 шай қасық қопсытқыш. Және де алдын ала електен өткізіп дайындап алған ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр да дайын болып қалды. Салафанға немесе пищевой пленкаға орап, 30 минут тоңазытқышқа немесе 15 минут мұздатқышқа салсаңыз болады. Алдын ала орешки пісіретін табамызды қыздырып аламыз отта. Содан соң міне қамырды осылай бірнеше бөліктерге 8 граммнан бөліп алдым. Осылай салып шығамыз. Содан соң қатты бастырсаңыз болады. Орешкеміз толықтай қызарып, алтын түске бояла бастағанда аламыз. Міне орешки осылай дайындалады. Өте тез дайындалады, әрі өте жеңіл. Міндетті түрде дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Бұл 100% шығатын нақты рецепт. Менің каналымда басқа да рецептілерді көруіңізге болады.